сені қабылан тауып алды. О, байғұс кішкентай балақай. Жунгледе қалғың келе ме? Егер қаласаң, менімен қал. Саған қамқор болам. Үрейлерімнен құтыласың. Маған сен, балақай. Таныш балақай, қорқуға еш себеп жоқ. Мен қайдамын? Бұл үңгір, менің үңгірім. Не болғаны есіңде жоқ сияқты? Жоқ. Мен өміріңді құтқардым. Мен сені ажалдан аман алып қалдым. Ажал аузынан алып қалдым десем де болады. Жолың болды. Сені құтқарған мына қаһарман аюдың аты Балу болады. Мен жай өтіп бара жатқан. Оны қойшы, сен мынаны айтшы. Өрмелей аласың ба? Иә. Ендеше уақытты бекер кетірмей, іске кірісейік. Қандай іске? Алғысыңды білдіресің, алғысыңды. Не айтқың кеп тұр? Алғысымды қалай білдірем? Сен маған қарызсың. Қарызсың. Асықпа. Қарызды қайтар. Солай дұрыс болады. Иә, жақсылыққа жақсылық. Сол қарызыңды қазір еңбегіңмен өтейсің. Түсіндің бе? Жарайды, тапсырма мынандай. Ана жерден тамшылап тұрған затты көрдің бе? Оны бал деп атайды. Сенің міндетің балақай. Қарызыңды өтеу үшін мына жартасқа өрмелеп шығасың. Сөйтіп маған анау ызыңдаған пәлелерді ұясын түсіріп бересің. Бұл қалжың бола? Жоқ, рас айтам. Биіктен құлап өл дейсің бе? Балақай, бала. Сен мені дұрыс түсінші. Мен аюмын. Бұл дегенің маған қорек жинау керек деген сөз. Қысқы ұйқыға кету үшін көп тамақ жеуім керек. Иә, мен қиын нәрсе сұрап тұрмын. Мен шыға алмаймын, сен шыға аласың. Көмегің қажет болып тұр. Қыс болса жақындап қалды. Осы жолы ұйқыға кетіп, оянбауым мүмкін.